Бүгін 24 апрель 2024 жыл сағат 9-дан 5 өтті. Қазір Шамкенов мырзаға звондаймыз. Замминистр внутренних дел. Алло, ассалаумағалейкум. Шамкенов мырза, бұл Кентау қаласынан ғой, Ересметов, сізбен сөйлестіккен едік. Сразу айтып қоясыз, запись қылып жатырмын, бәрін кейін жедеге шығарым. Кеше мен сізге рахмет. Кеше мен неде болдым, министрдің, генералдың приемында да. Рахмет сізге. Бір звондап қабылдады кеше. Енді қараңыз, мынандай не проблема. Мен оларға айттым, менің нем акт пен протокол беріңіздер маған дедім. Мен мысалы 3-ші рет барып тұрмын ғой приемға, 2 рет заместитель қабылдады. Соны маған берген жоқ. Сосын бермейміз біз саған ондай протокол и акты дейді. Мен сотқа қалай барам? Ертең мені сотты таңдамайды ғой. Мен министрдің приемына жазылайын деп жатырмын. Бұлар фальсификация қылып жатыр документті де. Мысалы мына жерде департаменттің антикордан бұларға қағаз келіп тұр. КУИ 1 номермен. Бұлар маған басқа КУИ номермен денем жатыр. Мен немен жатқан жоқ. Егер не алса, сіздің алдыңызда компьютер бар. Антикордан келген қағаз бар. Номерін айтсаңыз айтайын, номерін айтайын. КУИ номерін. Сонымен уголовный дело ашпай жатыр бізде. Мені Капденов мырза неге жіберді? Юристқа. Юрист менің документімді Түркістан несінде көрді. Көріп әрінде енді маған айтады. Мені заявление қашанға дейін жүгірем? Мен 12 жыл болды жүргеніме. Болды, қазір звондаймын. Айтып жіберіңіз. Болса да қанша? 26 00. Соған звондап неге приемға жазыламыз ба? Хоп, жақсы, рахмет. Абылайша ешқандай көмек болмай ма сізден басқа? Неге жазыр? Жоқ, мынандай, мына Түркістан облысының нелін тексеретін адам жоқ па сонда? Көріп тұрсыздар ғой сіздер мысалда. Хоп, соны тексермей жатыр ғой. Мен мысалы 12 жыл болды да жүргеніме, қараңызшы. 12 жыл. Егер менде бұл жерде доказательство болғандан кейін барып жатырмын да, егер болмаса мен ложға менде соттап жібереді ғой, дұрыс па? Қанша АО экскаваторның үстінен жазып жатырмын. Хоп, жақсы. Мұны номерға звонда қабылдауға жазылады дейді. 72 26 00. Мен ештеңе істеймін дейді.